Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің ет осу тәсілімен бөлісетін болам. Бізде бүгін сиыр еті. Осылай еттерімізді алып, жұғартып осатын боламыз. Қыс мезгілінде етімізді қалыңдау ғып оса берсек болады, ал жаздың кезінде жұқалау ғып осамыз. Себебі жаздың кезінде етіміз бұзылуға бейім болады және тұзында молырақ себуге тура келеді. Осылай еттерімізді қалың жерін жұқартып кесіп алатын боламыз. Қордаққа қосатын еттерімізді осылай осып жатқан кезде тұзын сеппей тұрып, бөлектеп алсақ болады. Етіміздің арасында кездесетін артық бездерден тазартып, оса беретін боламыз. Осылай етімізді осып алған соң, тұзын сеуіп, бір түнге бетін жауып, тұзы сіңгенше қалдыруға болады. Және ертесіне желді жерге кептіріп алсаңыз, етіңіз өте дәмді болып шығады. Енді сүйектеріміздің қалың еттерін азайтып және шабуға жіберетін боламыз. Сүйектерімізді 2 немесе 3 бөлікке, яғни өзімізге қажетті көлемде бөлдіріп алатын боламыз. Комментарий бөлімінде өздеріңіздің ет осу және тұздау тәсілдеріңізді бөлісе отырыңыздар. Барлық етімізді осып болған соң, енді тұздауға көшеміз. Тұзды осылай еттің барлық кесілген жеріне сеуіп шығуға тырысыңыз. Себебі тұз тимей қалған жерлер бұзылуы мүмкін. Сүйегімізді осылай 2 немесе 3 бөлікке, яғни сорпаға не болмаса қуырма тамақтарға ыңғайландырып, шаптырып және барлық жеріне тұз сеуіп шығу керек. Осылай сүйектерімізді 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіз, кептіріп жайып алғанға да ыңғайлы болады. Міне осылай тұзымызды барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазып, кез келген сұрағыңызды қойып кетуіңізге болады. Қоңырау батырмасын басып қойсаңыз, менің келесі видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Видеомды соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Міне осылай етімізді тұздап аламыз. Осылай тұздалып кеткен етімізді 1 немесе 2 күнге жайып алсақ болады. Не болмаса балғын, яғни свежий күйінде қапшықтарға салып, морозильникте сақтауға болады.